Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше самса, подлифный самсаны жасап көрсететін боламын. Дәмі өте керемет, тіл үйреді. Бізге керекті заттарымыз асқабақ, пияз, томат және ұн, дәмдеуіштер мен суымыздың барлығын алдын ала дайындап қойдым. Електен өткізілген ұнымызды осылайша ыдысымызға саламыз да үстіне жылы суымызды құйып және де дәміне қарай тұзымыз бен дрожжымызды суға салып жақсылап ерітіп аламыз. Барлығының грамын описаниеға қалдырып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады бір жасағаннан. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, комментарий, лайк басып кетіңіздер. Менің сүйікті көрермендеріме алдын ала рахметімді айтамын. Осылайша етіп барлығын бір келкі қамыр қылып илеп аламыз. Жақсылап илеп алғаннан соң үстіне аз ғана сұйық майымызды көз мөлшермен құйып тағы да илеп аламыз. Орташа қамыр илеуіміз керек. Қатты да болмау керек, қатты жұмсақ та болмау керек. Осылайша етіп бетіне пленка жауып тұндырып қоямыз 1 сағатқа. Менің қамырым тұнғанша ішіндегі салмасын барлығын дайындауға шештім. Осылайша етіп бетін жауып қоямыз. Маған керекті мына жерде терканың көмегімен жаңағы асқабақтарымыздың барлығын өткізіп аламыз терканың үлкен көзіменен. Егерде терка болмаса қолмен турасаңыздар да болады. Негізінде теркамен шығарсақ әдемі болып шығады. Осылайша барлығын теркалап аламыз. Пиязымызды қолдың көмегімен турап аламыз. Кішкене қылып, 4 бұрышты қылып турап аламыз барлығын. Пияздарымыздың барлығын турап алғаннан соң бір ыдысқа салып бір шетке қойып қоямыз. Барлығын осылайша дайындап қоямыз да бір-біріне араластырмай қоя тұрамыз. Бірінші жаңағы қамырымызды көреміз. Менің қамырым дайын болып қалды. Осыны енді бөліктерге бөліп 3-4 суала етіп жасап аламын. Ал менде 5 суала шықты кішкене. Осылайша етіп 5 суалаға бөліп алдым барлығын. Егерде сіздің отбасыңыз кішкентай болса, аздау қылып жасасаңыздар болады. Маған көп керек болғандықтан көптеу қылып жасадым осылайша 5 суаланы. Міне осылайша етіп бір шетінен жая бастаймыз. Бірінші суаламызды жая бастаймын мен. Осылай қолымыздың көмегімен біртіндеп жасап аламыз да, одан кейін оқтаудың көмегімен жаямыз.
Міне менің қамырым жайып болдым. Осылайша бір келкі жұқалықта болу керек. Қаншалықты жұқалау болса, соншалықты жақсы болады. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес. Осылайша етіп жайсаңыздар болады. Егерде қаласаңыз, ішіне ет салсаңыздар да болады. Міне екінші қамырымды жая бастадым. Барлығын бірінші жайып алдым мен қамырларымда. Енді кезекте жайған қамырларымызды мантының қамыры сияқты етіп кесіп аламыз. Кішкентай да болмау керек, қатты үлкен де болмау керек. Егерде үлкен қылсаңыздар, үлкенде болып кетеді. Орташа етіп барлығын кесіп аламыз. Тура мантының қамыры сияқты етіп турап аламыз барлығын, төрт бұрышты етіп. Егерде менің видеоларымды көріп жүрген болсаңыздар, тура осындай етіп ішіне ас көк салып жасаған едім шпинаттан. Осылайша етіп барлығын кесіп аламыз да төрт бұрышты етіп бір шетке қойып қоямыз. Шетінен бүге бастаймыз одан кейін. Енді кезекте асқабағымыз бен пиязымызды араластырып дәмдеуіштерін саламыз. Алдын ала салып, тұзын барлығын салатын болсақ, суының бәрі шығып кетеді. Қамырымызды жайып болғандықтан салсақ, өз суы өзінде тұрады. Сочный болып, әдемі болып шығады сол кезде. Үстіне аз ғана көз мөлшермен майымызды құямыз да дәмдеуіштерімізді саламыз. Дәмдеуіштерден менде қара бұрыш, тұз, кинзаның ұнтағы, зыра және паприка, қызыл бұрыш барлығын салып, дәміне қарай осылайша етіп араластырып аламыз. Енді кезекте шетінен бүге бастаймыз. Осылайша барлығын жайып аламыз да қасықпенен салып, толтырып салсаңыздар, өте іші толы әдемі болып шығады. Мен бір мәрте көрсетейін сіздерге. Осылайша етіп манты тәрізді етіп, төрт шетін осылай бүгіп аламыз да, төрт шетінен қысып жауып тастаймыз ашық жерлерін. Одан кейін төрт шетін ішке қарай буамыз осылай. Төрт бұрышты болады. Енді кезекте екіншісін бүге бастап жатырмын. Видеоға түспей қалыпты. Осылайша етіп бүгіп жасап аламыз барлығын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі тез дайын болады. Осылайша етіп барлығын бүгіп аламыз да бір шетке қойып қоямыз. Шетінен бүгіп, шетінен пісіре берсек те болады. Өте оңай әрі жылдам болады.
Бүгіп алған самсаларымызды пергамент қағазын пешкамыздың тапасына төсейміз да соның үстіне сала бастаймыз самсаларымыздың. Барлығын кезек-кезек теріп шығамыз. Дайын болған самсаларымызды қызып тұрған пешкаға 200 градуста пісіріп аламыз. Ендігі кезекте бетіне падилифіне кішкене қазаншаға көз мөлшермен майымызды құямыз. Аз ғана майымызды құямыз да бір дана пиязымызды саламыз. Пиязымызды шала қуырып алғаннан соң менде қолдан жабылған томатный паста. Егер сіздерде аджика болса да бола береді. Осылайша бір кесе аджикамызды саламыз да үстінен жақсылап араластырып аламыз. Шамал майын көптеу құйсаңыздар өте әдем болады. Менде бір уыс укроп осыны қатырып алған едім, соны жақсылап араластырып аламыз. Менің самсаларым пісіп шықты. Дайын болған самсалардың бетіне жаңағы дайын болған падилифтерді құйып шығамыз. Самсаны батырып бетіне падилифін жақсаңыздар да болады. Осылай бір ыдысымызға салып бетіне құйып жауып қоямыз. Үстін теріп шығамыз. Өз буымен жұмсап әдемі болып шығады. Сол кезде сочный әдемі болып шығады, жұмсақ болып. Шыққанындай осылайша етіп кезек-кезек теріп үстіне падилифін жаға бастаймыз. Міне достар, осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте керемет болып шығатынына сөзсіз сенімді болып айта аламын. Менің самсаларым барлығы дайын болды. Осылайша сіздерге көрсетуді жөн көрдім. Міне өте әдемі, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.